Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Таңжарқын бүгін сосисковый тестоның майда пісірілген түрінің жасалу жолымен бөлістім. Осы рецептпен жасасаңыздар, сосисковый тестоларыңыз өте жұмсақ, үлпілдек, ортасы толықтай пісіп шығады. Өте дәмді болады. Ең алдымен сосисковый тестамызды әзірлеу үшін қамырымызды илеп аламыз. Ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құямыз. Үстінен тұзымызды, шекерімізді қосып, тұзымыз бен шекеріміз ерігенше жақсылап араластырамыз. Үстінен сұйық майымызды құямыз. Үстінен аштығымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз жұмсақ болу үшін бір чай қасық майонез қостым. Осылай қосып, жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып алдым. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп алдым. Ұнымыздың бір бөлігін қосып, венчигімізбен жақсылап араластырып, қалған бөлік ұнымызды қосып, қамырымызды жұмсақ қып илеп аламыз. Сосисковый тестоның құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай қамырымызды біріктіріп, илеп алдым. Қамырымызды илеп алғасын, бір чай қасықтай сұйық майымызды құйып, қамырымызды жақсылап илесеңіздер, бір келкі әрі жұмсақ әдемі болып шығады қамырымыз. Осылай жақсылап илеп, бетін жауып, 1,5 сағатқа ашытуға қойып қоямыз. 1,5 сағатта қамырымыз осылай көтеріліп, ашып шығады. Қамырымызды ыдысымыздан шығарып, қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Осылай қамырларымызды бөліктерге бөліп алып, дөңгелектеп аламыз. Қамырларымызды осылай дөңгелектеп дайындап алдым. Енді бетін жауып 5-10 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Сосисканың мен осы түрін пайдаландым. Сосискамызды дайындап алдық. Енді бірінші дөңгелектен қамырымыздан алып, қолымызбен қамырымызды жайып шығамыз. Қамырымыздың құрамында май болғандықтан мүлдем жабыспайды. Осылай қамырымызды жайып алып, ортасынан сосискамызды салып, осылай бір шетін ғана басып шығамыз. Қалғанын осылай дөңгелектеп, формасын қалай жасағыларыңыз келсе, ол өз қалауларыңыз. Мен үнемі осылай жасаймын. Сосискаларымыз, қамырларымыз да толықтай пісіп шығады, әрі өте жегенге де ыңғайлы. Осылай барлық қамырларымызға сосискаларымызды салып, дайындап алдым. Енді майымызды қыздыруға қойып қоямыз. Қызып тұрған майымызды дайындап алған сосискаларымызды пісіріп аламыз. Орташа отта пісіреміз. Осылай екі бетін аудара отыра қып-қызыл қып пісіріп аламыз. Осылай барлығын пісіріп, дайындап алдым. Осымен кереметтей сосисковый тестамыз дайын. Сіздер де осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі толықтай пісіп шығады. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Қош сау болыңыздар.